туған жер жүрек үшін жұмақ. Дүниеде біздің отанымыздан әдемі ештеңе жоқ. Адамның анасы бір, отаны бір. Без Родины, без любви к родной земле человек не сможет найти себя и найти свою душу. Ақтас Саран қаласына жататын және Қарағанды қаласынан бірнеше шақырым жерде орналасқан қалалық үлгідегі кент. Бүгінде Ақтаста 9 мыңға жуық халық тұрады. Сегодня в поселке есть все для жизни и работы земляков. Развита инфраструктура. Имеются 2 школы, детские сады, дворец культуры, библиотека, поликлиника, автопарк, ЖБИ, Цовса-Бурханская. Ауылдың атауы Ақ Тас деп аударылғаны кездейсоқ емес. Ол ақ сазға бай жерде орналасқан. Кейінірек ол кірпіш заводтары үшін шикізат ретінде пайдаланылған. Бірақ кент кеншілер кенті болып саналады. Өйткені көмір өндіру бұл аймақтың негізгі саласы. Одним из градообразующих предприятий была шахта Актасская. Это угледобывающее предприятие было сдано в эксплуатацию в 1958 году с годовой проектной мощностью в 1,2 миллиона тонн угля. После вхождения в состав ArcelorMittal Темиртау объединена с шахтой Саранской, и сейчас там учебный центр для подготовки горняков. Не одно поколение трудится сейчас на шахтах, и в нашем поселке есть славные династии шахтеров, и практически в каждой 5-й семье есть шахтеры. Кеншілер ерекше адамдар. Шахтада тек батыл, сенімді және еңбекқор адамдар қызмет ете алады. Шахтадағы жұмыс істеу барлық адамның қолынан келе бермейді. Бұл өте ауыр жұмыс. Нағыз шахтер кез келген минута жолдастарына көмекке келеді. Басқалардың қауіпсіздігі ауысымдағы бір адамға байланысты. Өзара көмек болмаса, көмір өндіруге болмайды. Біз кеншілерді және шахтер еңбегіне қатысы бар барлық адамдарды кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Черное золото, черное